Ассаламу алейкум, сайгылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышан вешімдікі саатқа бойле малюмат. Украинаның қанунсыз ордусына айтликте қабатлана. Қырымның ФСБ қызметі Ислам Терек районын 22 яшлы сакинаны яқалады. Совет бірлігінің 2 дефа қараманы Аметхан Султанның 100 елігіна азырлықлар. Жұмхуриетінің елбашчысы янында Шура Русия реберлігіне Сергей Аксеновға бұл себептен тантаналы тедбірлерді кечірмек ақта мұражат еттілер. 500 литр алкоголь içimliklері. Судақта полис хадимлері сақты алкогольны таптылар, вече кыпалдылар. Ахмезжет Денішек Куйбышева мейданында 900 чечек чалулары сачылды. Эстетик гимнастика спортчылары Франкистанда кечежек ярышларға азырланалар. Бұ ведегер хаберлер ақта бізім ұлберлеріміз тариф етмеге азырлар. Қырымда федераль қавсызлық қызмет Ислам Терек районын сакинаны яқалады. Украинаның қанунсыз тешкелятына айт олғанында қабатлана. Матбуат қызметінің малыматына көре, 22 яшлы еркек мақсыз арби азырлықтан кечті, sonra 2016-2018 сенелері девамында Наман Челбеджихан адына батальонның ве аскер жема тешкелятының теркібінде болынған еді. Бұндан ғайры ойармаданын иқтисади қамачавны тешкелі түлівінде іштирак етті Шубелі инсан яқыланды. Ахмезжетнің Киев район махкемесі енді жезаны сечті. Қабатлы инсан екі айға апске алынды. Украина Норд экипажның азаларына паспортларыны қайтармады. Сынырны кечкен вақыт есе Украина тарафы денізжілерінің гражданлығы или аттамерақланмады. Бұақта сенерінің денізжісі Павел Чмыхалов тарифетті. Оқайды тыки $10 весқалары не ерде олғанны бөлмей. Бүгінгі күнде экипажның әрбір азасында тек четел паспорты бар. Оларны денізжілерге махкеме қайтарды. Қатырлатамыз, октябрьның 30-ында ақшам Норд сенерінің денізжілері Қырымға қайттылар. Оларны қанунсыз балық тұтылуы елі оғрашқан Украин браконьерлеріне алмаштырдылар. Қырым Жұмхуриетінің елбашчысы янындаки Қырым татар халық шурасы Сергей Аксеновға мұражат етмеге ниет етем. Олар Совет бірлігінің 2 дефа қараманы Аметхан Султанның 100 елігіна бағышланған тедбірлеріні кечірмек үшін мақсус тешкели комитетіні яратмаға істейлер. Бұқта Қырым татар музейінде иш көрші болып кечті. Көршівде жемат, әкімиет векілері, арбейлер, учуджилар, мектеп, театр ве матбуат хадимлері топландылар. Бұқта тафсилатлы жасы Брия Лимаванын левхасында. Қырым каянатқа Русиядан açılған хапуларыдыр. Бұл Совет бірлігінің 2 дефа қараманы семеддешіміз Аметхан Султан açты. Қараманның қатырасына беделештірмек. Бұл қараман ойынде біздің минедарлығымыздыр, дейлер топлашывның іштірекчілері. Олар учуджының юбилейіне абеделер açмаға, қатыра капиклер чықармаға ве Жұмхури медаль тәсіс етмеге тәвсие етелер. Одна из инициатив создания памятного комплекса, да, имени Аметхана Султана, именно на площади Аметхана Султана было предложение архитектора в 2017 году. Но я думаю, мы объявим всекрымский конкурс молодых архитекторов, любых архитекторов, да, чтобы они давали свои предложения. Это одно из предложений, тоже имеет право быть, это хорошее предложение, но будет потом рассматриваться. То есть нужно увековечить память именно в граните. Қырым татар театры де четте қалмайжақ ве Аметхан Султанның юбилей азырлығында фаал суретте іштирак етежек. Пьесаның ады Ахтунг. Ахтунг, оның müellifleri Светлана Чолка ве Гарольд Бадыкендер. Бұл Қырым инсанлары. Бұл Қырым инсанлары. Ама қысмет олса, әлбетте біздің өзіміздің yazıcılarımız бар, драматургларымыз бар, театрымыз бар. Біз işbirlikte çalışıp көрерміз ве қысмет олса, Аметхан Султан ақында өз сөзімізді айтырмыз. Тантаналы тедбірлер Қырымның әрбір шәрінде ве қасабасында кечежек. Айрыжа тантаналы шекілде бұл тедбірлер Аметхан Султанның тарихы или бағлы ерлерде қайт олынacak. Хурман районның Буйконлар қасабасында жемат қараманымыздың бюстыны ерлештірмеге ниет ете. Первая идея, и она будет осуществлена, это сооружение в поселке Октябрьское, Буйконларе, стелы в честь столетия Аметхана Султана в парке Победа.
у существующего монумента ракета КС-1 «Комета», которую испытывал Ахмед хан Султан. Ахмечетова лиманына хошма оларақ хараманымыздың ады берілуіне де айры дихат айрылды. Жемат Ахмед хан Султанның адыны намзетлер жедвеліне керсетмек тәшібісу елі чықышта болындылар. Bir devlette ya da dünyada iki aeroportқа bir adamın adı verilmez. Verilse şu uçucular şaşıp alacak ekenler, bir şey olacak eken. Lakin mana bizim kolumuzda vesikalar var, onlar açık vesikalar. Оренбург aeroportu 2011 senesi oğa Yuri Gagarin birinci kosmonavtın adı verildi. Pek yaxşı yapıldı bu sayamız. Lakin 2018 bu senenin mayısının 22'sinde Rusya hükümetinin başı Medvedev'in adından Saratov aeroportuna da kene Yuri Gagarin adı verildi. Demek ki Rusya hükümeti bunu doğru dep saya. Mülkün bir adamın adını iki aeroport'a vermege. Biz de şuğa dayanıp şimdi kene yanıdan müracaat edecek olamız. Gerek olsa Moskva'ya da müracaat ederiz. Ahmed хан Sultan adı Kırım Ахмечет Халқара aeroportuna verilsin деген teklifle. Ичтимай ағлар көстерділерге бұға етек қырым татарларны дегілді, бүтін қырымлыларны бірлештірді. Ветек айры сақты лидерлер. Русияда ясақ етілген межлис азалары қырым жематыны бұғайы бірлештіре жегінден қорқып, миллетні бөлейлер. Халық адындан сөз үрсетейлер. Өзлері есе миллет ішанчыны чоқтан жойдылар. Начинают выбрасывать на своих страницах определенные вещи для того, чтобы разделить народ о том, что необходимо, не надо голосовать, потому что никто его не даст это имя присвоить. И таким образом пытаются разделить. Это я конкретизирую про членов Меджлиса. Непосредственно как Заира Смедляева, Нариман Джалилова, который находится здесь, который получает команды извне. Они вообще не предлагают взамен ничего не называть аэропорт, говорят, что когда это все вернется, как бы этот аэропорт вообще не нужен будет никому, что этот аэропорт, он не является международной в связи с тем, что в Крым никто не летает, только один рейс в Москву. Бұл шелерге бақмадан 2020 сенесі лайық севейде қайт әтмек үшін ғарамадамызның әр-бір сәкені қолундан келгені қадар тырышачақ. Русия кемиетінің сайтында бүгін санкцияларға ұғраған Украина гражданларының жедвеліне шырытылды. Бұл шақыслар Русия банкларында алған өз паралары ile құланып оламайжақлар. Бұндан ғайры акциялар тоқтатылды ве мүлкетке низбеттен ясақ тайынледі. Жедвелге 322 соят 68 шыркет ве фирма көрсетілді. Жедвелде ем қырымлыларға яқшы белі соядлар бар. Мисал үшін Русияда ясақ етілген Меджлис азалары Украина юқары шурасының мебуслары Мустафа Джемилев ве Рифат Чубаров. Емде қырымлы сабық сәсетшілер Сергей Куницын ве Андрей Сенченко. Хатырлатамыз, президент Владимир Путин октябрьнің 22-сінде Украинаның Русияге қаршы санкцияларына жева боларақ, мақсус иқтисади чарелер ақтай мерні имзалады. Судақта полис хадимлері сақты алкоголь чемлікні таптылар. Бұл тарақта шкөнде 30 яшлы сакины назбарында анық олды. Бұл ішнен о 24 яшлы Волгоград сакины елі бераберлікте оғрашайды 400 литр шарап, 100 литр самогон, ем ароматизаторлар, дам верен қошқан моделер бұларны епсіні құқырчалайды органларының хадимлері тынтув деп амында таптылар. Өзлері азырланған мақсулат спиртометр ве қалған тертибат бозуджылардан чекіп алынды. Бұл іш санитарияға қаршы шаретлерде япылайды. Белі олғанына көре, бұл шарап япычылар мақсулатларыны сата әділер. Судақ шерінің тыджари нұқтасында 30 литр боли алкоголь чекіп алынды. Шубелі адамларға низбеттен жинайы іш açılды. Олар 6 елға же апсетілі білейлер. Емде 500 000 рублей пара жазасы тайынленмесі мүмкін. В отношении подозреваемых Белогорским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей. Бүгін Русияның яш иш адамы, яғни молодой предприниматель России Адлы Бутун Русия ярышының финалы олып кечті. Лейха «Ты предприниматель» Адлы федераль программа черчевесінде өткерілді. Бұл елі конкурсе қыз номинацияда кечті, ер бұрынде ең
аздан уч намзет иштирак етті. Яшлар уч дақыға девамында өз бизнес лейхаларыны тақдим еттілер, ишлерге esas малия көстергічлер бойынша қымет кесілді. Бұл ішлерінің сайысы дария туф қабилетлері ичтимаи муымлек ведигерлері региональ басамақның ғалибы Москвада федераль севеде ең юксек унваны қазанмаға тырышаджақ. Мы в этом году запустили такую уникальную фишку. Каждый победитель номинации у нас получает право использовать товарный знак этих атлантов и номинование «Лучший молодой предприниматель Республики Крым» в течение всего года. И таким образом, ставя на свой товар, либо на свои услуги где-нибудь вот этот знак «Лучший молодой предприниматель», это будет клиентоориентированность, и инвесторы уже будут понимать, что уже он прошел какой-то конкурс, и уже в течение года он будет об этом себе рекламировать. Иштиракчылерінің сөзлеріне көре более конкурслар өз бизнеслері ақта білдірмек үшін яқшы имкандыр. Бұл ерде яны танышлар тапмақ ве тәжірибе алмақ мүмкін. 2 года назад я выступал на данном же мероприятии, но тогда у меня было ИП зарегистрировано всего месяц, и я не мог ничего показать. Сейчас у меня есть работа, сейчас у меня есть довольные клиенты, отзывы. Есть федеральные объекты, которые мы закрывали, это Неаполь-Скифский, где мы изготовили большую смотровую площадку, которая способна одновременно поместить 50 человек. То есть такими проектами я горжусь и в дальнейшем буду развиваться в этом направлении. Куз чечеклер ве гуллер энді Куйбышева мейдананы ярыштыралар. Кеченлері город Мойсесянын ешіл хожалық ішчелері гулеген 900 чалы куз чечегіні ве 20 гуль чалыларны сачтылар. Бұл шерні ярыштырajақ деп еменлік білдірелер Мойсесянын хадимлері. Осымліклер чоқ елар девамында пайтақның мұсафырлеріні весакелеріні қуандырajақлар. Ама бұл ноқтада кузешлері бетмей бір авта девамында победа жадесінде 60 чалы ардыч ве 300 чалы куз чечегі туртмаға планлаштырыла. За этот месяц, с 1 октября, мы высадили юку по кольцам. То есть на треугольнике Кима, вдоль проспекта Победы, на Советской площади. До первых морозов они будут цвести, после морозов, соответственно, это многолетники, которые на следующий год будут опять распускаться. Қырым халқларының ойынлары, милли ерлары, рен кемлер. Бұлар эпосақ межеттегі 42 санлы мектепнің санасында тақдим етілді. Шер мемориятның милетлер ара мұнасибетлер бөлігінің хадимлері оқу юртның реберлігі еле бераберлікте тантаналы концерт азырладылар. Тедбір халқлар бірдемлігі күніне бағышланды. Идея Велишаева бізні де байрам өтіне далдырajақ. Milli oyunlar, yerlar, vatanperver şarları ile plakatlар. Eşref Şemizade adına 42 sanlı mektepte halklar birdemlegi күнү хайдатыли. Ижади коллективлер seyircilerinin keyfini көтерелер. Прекрасный праздник, праздник дружбы, праздник единения. Мы надеемся, что такой фестиваль будет не последний. И традиция это будет продолжаться, и мы со своей стороны, со стороны администрации города Симферополя будем всячески только содействовать и поддерживать. Кырымлылар үшін ноябрь 4 күні айры байрамдыр. Чүнки бұл күн чоқ милетлі Русияның бірлігіні көстере. Бірдемлік күні бізге бәраберлікте күчлі олғаныны сақта қатырлай. Демек, бізні енімек мүмкін дегіл. Бұны ярымадада яшаған эпосы милетлерінің векеллері қайдаттылар. Чем чаще мы встречаемся, тем мы лучше познаем культуру другого народа, их язык, их религию, их обычаи, традиции. И это переплетается со всеми народами Крыма, потому что мы все друг друга понимаем. У нас в Крыму очень много национальностей, и все они едины. Понравилось, что сегодня, именно даже в концерте, мы увидели единение народов, населяющих Крым. Вы посмотрели танцы болгар, Азербайджан, греков, крымских татар, казанских татар. Было просто здорово. Мектеп кірішінде енді милли тімсәллер сергісі тәшкіл етілді. Керамика нағышланған фез, бойынжоқлар, ильванлар. Бұларны эпосыны балалар өзелерінен ясадылар. Мектеп мүдірі қайдатты ки, халқлар бірдімлігі күнінің қайдатылығы айн-анеге чеверележек. Было очень здорово, что сегодня учащиеся нашей школы прикоснулись к культуре вот этих народов. Тешкилетчилар эминлер ел-елдан тедбирнин көлемі буйыджек. Бүтін ярымадамыздың сәкінлері бойле олғаныны истейлер. София Шукурова, Эдия Велишаева, Алишер Алимов, Миллет телеканалы.
Мемлекетімізде эстетик гимнастика кыбыяш спорт чешаты ел-елдан рахбетлік қазана. Бозым жима тақымымыз есе дүния чемпионатларында мукафатлар қазана ве ең күчлілерден бірі сайла. Екі hafta девамында гимнаст қызлар Франкистанда кечедек чемпионатқа азырландылар. Тәфсилатларны Мухаммед Зикерияев біле. Базым гимнастика жима тахымымыз башқа тахымларындан бұйық ұсталық үлі айыра. Бұ спорт чештінде бір ярыш программасы, бұ спорт чештінде кичік бір спектакльдір. Бұ әм спорт, әм заманауи хореография бірлешмесідір. Русия жима тахымы бұ спорт чештінде дүния рейтинглерінден лидері сайла. Команда Виктория Стрела – это команда с индивидуальной техникой, со своими определенными характеристиками. Ну, каждый тренер, наверное, придумает что-то индивидуальное для своей команды, чтобы быть чем-то отделяться. Потому что, когда смотришь соревнования, ты сразу видишь, отличаешь, кто лидер. Екі hafta devamında gimnast қызлар Крымский адлы федераль спорт мерkezінде идман еттілер. Франкистанда кележек дүния кубагы тедбірінде азырлық бұ месулетлі адымдар. Қырымда жима тақымы евелері де идманлар кешірді. Кечкен сене олар бұ ерде дүния біріншілігінде азырландылар ве яқшы нәтижелеріні көстерділер. Арина Масловайынды бұ спорт чешті еле 9 ел девамында оғраша. Бұ вақыт ішінде бұйық дүнияны аңлайып чықты. Кележекте бұйық профессионал олмаға истей. Человека, который занимается физической гимнастикой, должна быть выносливость, трудолюбие и осознание того, что ты делаешь. Эстетик гимнастика КБ спорт чештінде музыка или чеші түрлі гимнастик межгулетлер бежірелі. 14 яшлы Настя Ахьярдан Русия жима тахымына яхын вақытта кірді. Я очень любила этот вид спорта. Каждый день, приходя на тренировку, мне доставляло удовольствие, что я совершенствуюсь, дисциплина, естественно, присутствует. Әрбір чықыш ве әрбір ойын бұ бұйық тахымының бұйық әмегідір. Тамам мақсаткерлық оларға лидер олмаға ярдым еті. Мухаммед Зикерияев ве Рамазан Аливапов, Миллет телеканалы. Қырымда милли күреш бойынша сайляв турлар башлана. Бірінші тедбір ноябрьнің 4-інде күндіз саат 2-де Ахмезжет районын Боғырча қасабасында Асие Аметова соқағында ерлешкен яны спорт салонда кечедек. Малюматы үшін телефон экранларыңызда идманжы Ахман Булат. Біз есе хатырлатамыз, чемпионатның финалы ноябрьнің 25-інде Тебе Академияның спорт салонында кечедек. Епсестегенлері іштирак ете білелер. Тек бір шарт. Спортшының 2017 сене октябрь біріне жалынған Қырым пропискасы олмалы. Ғалиплеріні 4 араба әмде пара мукафатлары беклей чемпионат Жумхурет елбашчысының ве Русия Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбекнің қол тұтывы еле кечірілі. Шымдылық бұйыпсы малюмат саат 21 бұчуқта әсе кележе қаберлер программасыны қачырманасы көршмек үзре сағлықнен қаланыз.